Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде ана тілінен 88-ші сабақ. Затты сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Орманшының баласы. Орманшының баласы бір шыбықты сындырмақшы болады. Сол кезде ол ағаштардың әңгімесін естиді. Аққайын айтыпты: мен өскенде бесік боламын, кішкентай бөбекті тербетемін. Теректі жас шыбығы: мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын дейді. Қарағай: мен үлкен үй боламын депті шаттана. Ал мен кім болам депті сонда бала. Сен ағаш шебері бол депті оған ағаштар. Жарайды деп шыбықтарды сындырмапты. Сол бала өскенде ағаш шебері болыпты. Мәлике Әбдірайшева. Бөбек: 1 жасқа дейінгі бала. Мәтін кім туралы? Мәтін негізгі орманшының баласы туралы. Бала жас шыбықты неліктен сындырмады? Бала ағаштардың әңгімесінен кейін сол ағаштардың пайдасы тиетінін біліп, түсініп, соны сындырмады. Баланың ағаш шебері болуына не себеп болды? Ағаштардың әңгімесі себепші болады. Ағаштардан қандай бұйымдар жасайды? Ағаштардан көптеген бұйымдар жасайды. Оның ішінде бесік, ойыншық, үй. Мәтіндегі затты сынын білдіретін сөздерді тап, оларға сұрақ қой. Балалар, осы мәтіннен мына жерде қандай бөбек? Кішкентай бөбек. Қандай үй? Үлкен үй. Балалар, осыларды сұрақ қойып жазып алуға болады. Ал балалар, екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз. Шебер, өнерлі, ұста, ісмер адам. Ағаш шебері ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Олар берік әрі жеңіл болады. Шебер: мына жерде мен астын сызып қойдым балалар. Бұл жерде қандай өнерлі, қандай ұста, қандай ісмер. Қандай бұйымдар жасайды? Ағаштан қандай бұйымдар жасайды? Ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Олар қандай болады? Олар берік әрі жеңіл болады деп осылай көшіріп жазып алыңыздар. Келесі 3-ші тапсырма. Жаңылтпашты таңда, жаттап ал. Ықсан ұста, ұстаз ұста. 3 ұстаға ұстаз ұста. Ықсан ұста, ұстаз ұста. 3 ұстаға ұстаз ұста. Балалар, осыларды жаттап, мұғалімдеріңізге айтып бес алыңыздар. Рахмет баршаңызға, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.